Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз өте керемет дәмді, жай оңай жасалады және өте пайдалы салат жасайтын боламыз. Яғни қызылша мен сәбізден салат жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыздар. Керек заттар: бір сәбіз, бір қызылша және бір зубчик чеснок және кориандр, қызыл бұрыш, қара бұрыш және тұзымыз қажет. Сәбізімізді және қызылшамызды осындай чөркіден өткізіп алатын боламыз барлығын. Бұл корейский салатта осындай чөркі қолданады. Дәл сондай чөркіден өткізіп алсаңыздар болады. Кейін бір шай қасық шекер саламыз. Тұзымызды, кориандрымызды, қара бұрышымызды салып араластырып аламыз. Қызыл бұрышты салмаймыз. Одан кейін бір зубчик чесногымызды, оның үстіне қызыл бұрышымызды салып қоямыз. Одан соң менде 9% уксусымды жарты шай қасық саламын. Және де майымызды қыздырып, міндетті түрде қызыл бұрыш пен чесноктың үстіне құятын боласыздар. Сол кезде өте керемет дәм беретін болады. Одан кейін араластырып дайын болған салатымызды холодильникке 1 сағатқа қойып, одан кейін жей берсеңіздер болады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлсамал.